Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Тема этого видеоурока – время на казахском языке. Уақыт қазақ тілінде. Хочу сказать всем большой рахмет за подписку, за комментарии, за лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Сколько времени или же который час? На казахском будет сағат неше, сағат неше, или же сағат қанша, сағат қанша, или же уақыт қанша, уақыт қанша. 9 часов, сағат 9, сағат 9, ровно 9 часов, сағат тура 9, сағат тура 9. Или же сағат тура 9 болды. Сағат тура 9 болды. Сейчас 8 часов утра. Қазір сағат таңғы 8. Қазір сағат таңғы 8. Сейчас 2 часа дня. Қазір сағат түскі 2. Қазір сағат түскі 2. Сейчас 7 часов вечера. Қазір сағат кешкі 7. Қазір сағат кешкі 7. Сейчас 3 часа ночи. Қазір сағат түнгі 3. Қазір сағат түнгі 3. 11 часов 30 минут. Сағат 11-ден 30 минут кетті. Сағат 11-ден 30 минут кетті. Если хотим сказать половина 12-го, сағат 11:30. Сағат 11:30. Время 10 часов 15 минут. Сағат 10-нан 15 минут кетті. Сағат 10-нан 15 минут кетті. Время час 25 минут. Сағат 1-ден 25 минут кетті. Сағат 1-ден 25 минут кетті. Без 15 минут 5 или без четверти 5. Сағат 5-ке 15 минут бар. Или же сағат 5-ке 15 минут қалды. Сағат 5-ке 15 минут бар. Сағат 5-ке 15 минут қалды. Время 4 часа 45 минут. Сағат 4-тен 45 минут кетті. Сағат 4-тен 45 минут кетті. Время без 25 минут 3. Сағат 3-ке 25 минут бар. Или же сағат 3-ке 25 минут қалды. Сағат 3-ке 25 минут бар. Сағат 3-ке 25 минут қалды. Время 2 часа 35 минут. Сағат 2-ден 35 минут кетті. Сағат 2-ден 35 минут кетті. Теперь давайте перейдем к практике. Посмотрите на рисунок, какое время показывает. Сағат неше, сколько времени? Как скажем на казахском 3 часа. Сағат 3. Сағат 3. Нас на 3 часа пригласили в гости. Бізді сағат 3-ке қонаққа шақырды. Бізді сағат 3-ке қонаққа шақырды. Сколько времени, который час, сағат неше, сағат неше. На рисунке какое время у нас? Ойланайық. Как скажем на казахском? 10 минут 11-го. Сағат 10-нан 10 минут кетті. Сағат 10-нан 10 минут кетті. Время 10 часов 10 минут.
Теперь давайте рассмотрим в предложениях, как это мы используем в предложении, да? 10 минут 11 начинается концерт. Сағат 10-нан 10 минут кеткенде концерт басталады. Сағат 10-нан 10 минут кеткенде концерт басталады. Здесь слово «кеткенде» – это такое устойчивое выражение, именно когда мы указываем такое время. Например, даже если скажем 5 минут 10-го. Сағат 10-нан 5 минут кеткенде концерт басталады. Запомните это. Сколько времени? Сағат неше. Какое время мы видим на рисунке? Как скажем это на казахском? Ойланайық. 8:30. Как скажем на казахском? Сағат 8-ден 30 минут кетті. Сағат 8-ден 30 минут кетті. Время 8 часов 30 минут. Если хотим сказать половина 9-го, скажем сағат 8:30. Сағат 8:30. Позвони мне 8:30. Маған сағат 8-ден 30 минут кеткенде телефон соқ. Маған сағат 8-ден 30 минут кеткенде телефон соқ. Здесь тоже обратите внимание слово кеткенде, 30 минут кеткенде. Если хотите сказать позвони мне половина 9-го, маған сағат 8:30 телефон соқ. Маған сағат 8:30 телефон соқ. Здесь на слово жарым добавляется окончание да. 8:30. Следующее время. Сағат неше, который час, какое время мы видим на рисунке. Как скажем это на казахском? Ойланайық. Сағат 4-ке 20 минут бар. Сағат 4-ке 20 минут бар. Немесе сағат 4-ке 20 минут қалды. Время без 20 минут 4. Они вышли из дома без 20 минут 4. Олар үйден 4-ке 20 минут қалғанда шығып кетті. Олар үйден 4-ке 20 минут қалғанда шығып кетті. Здесь слово қалғанда. Запомните, да? Используем слово қалғанда. 20 минут қалғанда. Достар, теперь будем делать наоборот. Я даю вам время на казахском языке, вы его переводите на русский язык. Например, 2:30 или же 2-ден 30 минут кетті. 2:30, 2-ден 30 минут кетті. Как будет на русском языке это? Какое время это означает? 2:30, половина 3-го. 2:30. 2-ден 30 минут кетті. 2-ден 30 минут кетті. 2 часа 30 минут. 1-ден 20 минут кетті. 1-ден 20 минут кетті. 1-ден 20 минут кетті. Как будет на русском языке? 1-ден 20 минут кетті. Час 20 минут. Час 20 минут. 9-ға 10 минут бар, или же 9-ға 10 минут қалды. 9-ға 10 минут бар, 9-ға 10 минут қалды. Как будет на русском языке? Тоғызға 10 минут бар, 9-ға 10 минут қалды, без 10 минут 9. Без 10 минут 9. Который час? Без 5 5. Который час? Без 5 5. Как скажем на казахском языке? Ойланайық. Который час? Сағат неше? Сағат неше? Без 5 5. 5-ке 5 минут бар. 5-ке 5 минут қалды. 5-ке 5 минут бар. 5-ке 5 минут қалды. Когда ты идешь к врачу?
2 часа. Как это будет на казахском? Как скажем? Думаем, ойланайық. Когда ты идешь к врачу, сен дәрігерге қашан барасың? Сен дәрігерге қашан барасың? 2 часа. Сағат 2-де. Сағат 2-де. Когда вы придете? Без 25 минут 8. Как мы скажем на казахском? Ойланайық. Когда вы придете? Сіз қашан келесіз? Сіз қашан келесіз? Без 25 минут 8. 8-ге 25 минут қалғанда. 8-ге 25 минут қалғанда. Теперь давайте прочитаем диалоги. Первый диалог. Ертең менің туған күнім. Сағат 5-ге қонаққа кел. Ертең менің туған күнім. Сағат 5-ге қонаққа кел. Завтра у меня день рождения. Приходи в гости в 5 часов. Ертең 5-ге мен 5:30-да барамын. Жұмысым бар еді. Ертең 5-ге мен 5:30-да барамын. Жұмысым бар еді. Завтра на 5 я приду в 5:30. Кое-какие дела есть. Жарайды, күтеміз. Жарайды, күтеміз. Хорошо, будем ждать. Екінші диалог, второй диалог. Мен Қыз жібек операсына билет алдым. Мен Қыз жібек операсына билет алдым. Я взяла билет на оперу Қыз жібек. Ол нешеде басталады? Ол нешеде басталады? Во сколько начинается? Бүгін кешкі 6:30-да. Сен сағат 6-да театрдың алдына кел. Бүгін кешкі 6:30-да. Сен сағат 6-да театрдың алдына кел. Сегодня вечером в 6:30 ты подойди 6 часов к театру. Жарайды, көріскенше. Хорошо, до встречи. Жарайды, көріскенше. Үшінші диалог, третий диалог. Ұшақ қашан ұшады? Ұшақ қашан ұшады? Когда вылетает самолет? 6-дан 5 кеткенде ұшады. Сен әуежайға 2 сағат бұрын кел. 6-дан 5 кеткенде ұшады. Сен әуежайға 2 сағат бұрын кел. В 5:07 ты приезжай в аэропорт за 2 часа вперед. Онда мен 4-те барамын. Онда мен 4-те барамын. Тогда я приеду в 4 часа. Бірақ кешікпе. Бірақ кешікпе. Но не опаздывай. Если вы урок посмотрели до конца, вы большой молодец. Сау болыңыздар.